Ассалаумағалейкум. Бүгін Алла Тағаланың берген күш қуатының арқасында міне тағы да кешкі балық аулауға келген жайым бар. Қазір сағат 4:30-5 кезі кешкі балық аулауға келдім. Мына өте бір әдемі табиғаты көркем жердің бірі. Бұл жер Шыған айрығының бірінші қолтығы оңға қарай кетеді. Мына жердің қыста суы білетін біз өзі мұздың үстінде жүргенде мұзы жері терең болатын да 3-4 метр. Сондықтан осы жерге келіп балық аулап отырмын. Кешкі көрініс. Бүгін таңертең күн ашық болып, өте ыстық болған. 35-37 градусқа шейін көтерілген. Қазір түстен кейін түсті. Бұлыңғыр бұлт пайда болды аспанда. Күн солтүстік, оңтүстік шығыстан соғып тұр. Аздап. Енді кешкі балық аулағаннан кейін кешірек қайтам ба деген ойым бар. Алла Тағала енді нәсіп етсе, балық аулауға келдім енді. Қаншасын түсетін бір Алла ғана біледі. Жаңа бір подлещик деген кішкентай балық ұстап алдым. Анау жерде сабуыл тұр. Яғни жібі көрініп тұр қазір. Мына қармақпен ұстадым. Балық аулау жағдайым жаман емес. Кешкі аздап шай қайнатып қойдым. Сондай әдемі көрініс. Здравствуйте, товарищи! Земляки мои, я сегодня 16 сегодня июня, среда 2021 года, пришел в одно живописное место. Очень красивое место тут. С намерением порыбачить. Вечернюю рыбалку пришел. На вечернюю рыбалку. Ну, сейчас где-то 5 часов. Сейчас время. Очень красивое место тут. Живописное, можно сказать. Кругом деревья, кустарники. Я поставил сейчас на чай. Такой приспособил из хлебной, который хлеб пекут. Форма такая называется. Старинная. Хозяйка всегда хлеб пекла. Вот с этого сделал печку. Вот такой. Сейчас вода почти закипела. Красота такая. Сюда поставил всякий. Сейчас супчик сделаю небольшой. Вон морковчик поставил. Одну картошину. Лук поставил. Масло, все. Здесь оставил пачку.
Вот такая пачка. Супчики. И одно гороховый, другая какая-то мама написано. Паста мама. О. Ну, на походном варианте эти все пойдут. Один раз покушать, от этого никакого вреда не будет. Наоборот, хорошо. Он на своем транспорте приехал. Тут кустарники. Одну уже успел поймать подлещика маленького. Вон там стоит. О! В этом совок или как называется, в этом поставил. Вот, 3 донку поставил. На эту донку, эти донки еще, может быть, сейчас под вечер начнется, наверное, какая-то. Ну, погода сегодня с утра была жара такая, под 37 градусов. Сейчас вот немного сбавилось. Тучи появились в небе. Кругом красота. Ветер с юга восточный. Вот здесь красивое такое местечко. Ал пока сау болыңыздар. Жақсылықпен кездесуге ары қарай Алла тағала нәсіп етсін.